Сәлеметсіздер. Бүгін біздің жасайтынымыз мобильді қосымша жасау. Мобильді қосымша жасау үшін Google аккаунтқа кіреміз. Сосын мына жерде жаңа проект Meetup Inventor қосымшасын ашамыз. Meetup Inventor деген. Ашқаннан кейін бізде мынандай терезе пайда болады. Сосын проект дейді, жоба, начать новый проект. Жаңа проект жобаны бастау деген шығады. Мына жерде негізінен ағылшынша болады. Егер ағылшынша болса, онда егер де біз Google Chrome браузерында отырсақ, онда перевести қазақ тілді қазақшаға немесе орыс тіліне аударып, өзімізге ыңғайлы тілге аударуға болады. Енді біздің жасайтын тапсырмамыз қазақтың музыка ұлттық аспаптары деген кішкене мобильді қосымша жасау. Ол үшін мен алдымен интернеттен қажетті суреттерді жүктеп алдым. Дайындап қоямыз. Мысалы, домбырамыз, ұлттық аспаптар, қазақтың ұлттық аспаптардан не біледі? Мысалы, домбыра, қобыз, жетіген, сырнай. Осы аспаптардың суреттерін интернеттен жүктеп аламын. Жүктеп өзім загрузка папкасына сақтап қоямын. Және сақтап қоямын. Алдынан дайындап қойған болатын уақытта. Және домбыра, жаңағы 4 аспаптың домбыра, қобыз, сырнайдың өлеңдері, әуендері бар, MP3 форматта. Соны көшіріп дайындап қоямын, алдына көшіріп дайындап қоямын. Сосын қазір загрузка сақтап қоямын. Енді қайтадан Google Chrome аккаунтына кіремін. Meetup Inventor қосымшасын аштым. Сосын енді біз жасайтынымыз, мына жерде алдында ең бірінші тақырыбын жасаймыз. Тақырыбын жасау үшін мына жерде мына жоғары жағында сөз тұрғысына басып, скринді басып, тақырыпты скрин басып, мына жерде атмен дегенде кетіріп, тақырыпты жазамын. Тақырыпты жаздым. Сосын оның негізде форматын келтірдім, түсін келтіреміз. Және енді мына жерде менің суреттерді кірістіру үшін кнопка деген батырманы басамыз. Meetup Inventor қосымшасында негізінен мына жерде ең керекті мына жерде 2 блок бар. Дизайнер деген, дизайнерді басып, мына жерде менюді таңдаймыз. Оның ішінде кнопка деген бар, кнопканың ішінде өзінің командасы бар. Суреттерді енгізу, суреттің музыканы, әуенді енгізу, сосын суреттің кескінін өзгерту, түсін өзгерту, одан кейін орналастыру. Біздің телефонымыз қандай болса, телефонымыздың жерде көлем бар, размер телефонның өлшемі бар. Планшеттің размеріне телефонның размері болса, осыны таңдаймыз. Осы телефонның көлемінде біздің телефон экранында қалай шығу керек, сол суреттің жерде көрініп тұру керек. Және де сурет қалай орналасады? Орналастыру үшін мына жерде расположение деген бар, орналасу, оны таңдаймыз түрін. Таңдадық. Мысалы, менде 4 суретті осы түртке орналастыру керек. Түртке сондықтан осы команданы таңдадым. Енді әрбір элементтерді, мысалы, домбыра дедім ба, кнопканы мына жерде әкеліп қоямын. Біз қайтадан кіремін. Жағында интерфейс деп атайды. Интерфейс деген сөз мына мобильді қосымшаның бетшесі. Интерфейс деген, интерфейс кнопка. 4 кнопканы таңдадым. 4 кнопка деп мен алып келгенмін. 4 кнопканы 2, 3, 4 кнопканы әкелдім. Енді 4-еуге атауларын өзгерттім. Кнопканы басам, мына жерде атауын өзгертемін. Мына жерде шрифтісін өзгертемін. Жазам, переименовать деген бар, мен переименовать басам, атауын өзгерту және өзгертемін. Қобызды шатас кетпеу үшін, домбыра, екінші кнопка домбыра, екіншісі қобыз деп өзгертемін. Одан кейін мен таңдаймын. Надпись дегенді аламыз. Надпись дегенде астында жазуы. Жазуына жазамыз домбыра, текстіміз жазамыз. Қандай мәтін тереміз, мысалы. Мына ішінде элементтің атауын жазамыз. Домбыра ма, домбыра деп жазамыз. Жетеген болса, жетеген деп мына жерге кнопка жетегенде батырмасы басылып тұр. Переименовать жетегенде жаздым мына жерге. Және мына жерде суретті жүктеймін. Суретті жүктеу үшін мына жерде
осы кнопканы басқанда мына жерде изображение деген шығады, соны кнопканы басамын. Потом басқаннан кейін загрузить файлды өзім ғана компьютердегі сурет дайындап қойған элементтерді аламыз, суреттерді аламыз. Мысалы мына жерде мен жаңа дайындап қойдым. Дайындап қойған суреттерімізді аламыз. Мысалы менде жаңа жоба деген кеңіміз алдын ала дайындап қойдым. Уақыт артып домбыраны аламын, открыттым, загрузить дегенде ОК деп ашып жіберемін. Қазір менде таңдалып тұрғандықтан баспай ақ қояйын. Осылай таңдаймыз. Енді оған әуенді қосу үшін дыбысты жаңағы жүктеп қойғанда алдына дайындап қойған элементті домбыраның суретін, домбыраның әуені міне MP3 түрінде ол енді қазір мына жерде менде медиа деген бар. Медианың ішін басқанда маған шығады звук. Ойнату деген бар. Осылай таңдап дыбыстарды енгіземін. Дыбыстардың бәрін төртеуді енгізіп қойдым. Дыбыстың бәрін элементтер бірдей болғанымен атауларын әртүрлі өзгертеміз. Домбыра болса домбыра деп, қобыз, жетіген деп қатас кетпеу үшін бәріне бірдей енгізіп қойдым атауларын. Переменный алып деп өзгертеміз атауларын. MP3 форматы сақталған. Мына жерде көрініп изображение деген элементтің аты, сурет JPEG форматта және мына жерде дыбыс. Әрбір дыбыс ол жерде де мысалы басамын, кнопка дегенді бастым, звукты бастым, мына жерде дыбысты бастым, источник дегенде жаңа компьютерде жүктеп қойған загрузить файл деп басу арқылы компьютерімде жүктеп қойған дайын жаңағы музыкамды MP3 басамын. Алдына дайындап қойғаным. Мына мысалы мен жетеген MP3 файлын таңдап MP3 форматта таңдап открытты басамын да ОК деп жүктеймін. Жақсы. Енді жүктеп тұрғандықтан баспай ақ қойын. Жүктеген осы ОК деп басамыз. Сосын енді не керек бізге? Мына жерде мына астында экран тұр, экранды да әдемі шығу үшін экранды да өзгертеміз. Қайтадан неге барамын? Дизайнерге барамын. Жоғары интерфейске барамын. Интерфейстегі мына телефон бетшесі. Оның ішінде не бар? Мына жерде кнопка деген басып қойсақ. Кнопкасы бар. Кнопка деген мынаны өзгерттім. Дұрыс шықты. Суреттерді өзгерттім. Сосын енді керегі бізге суреттерді орналастырдық, музыкасын орналастырдық, атауын бердім. Мына жерде атауын өзгерттім. Енді бізге керегі осыларды қалай ойнату жөнінде программа құру. Ол үшін Scratch программасы қолданылады. Мына жерде блок дегенде мына жерде шығып тұрады. Таңдайын. Мен мысалы қандай программа қосқым келеді? Мен мысалы домбыраның суретін басқанда домбыраның әуені ойнау керек. Тағы да командалар таңдаймын. Управление. Егер домбыраның дыбысы шықса, мен таңдадым. Егер домбыраның дыбысы шықса, домбыраның суреті басылса, онда домбыраның әуені ойнату керек. Тағы да ойлауыз командалар өзің ойланып жасайсың. Таңдап алып келеміз. Scratch блогын да өте оңай. Таңдап ойланып отырып осылай блокты құрастырамыз. Мысалы қобыздың дауысы шыққанда, қобыздың суретін басқанда, қобыздың әуені ойнау керек. Жетігеннің кнопкасын басқанда, суретті басқанда, жетіген әуені ойнау керек деп, ең соңында шоу кнопкасы аяқтағанда шоуды басу керекпін деп, осы командаларды қоямын, таңдаймын. Бұл бізде блоктың ішінде. Енді қайтадан жоғары жағына дизайн деген блоктың бәрін орындап болғаннан кейін, командалар таңдап болғаннан кейін, скриптіңді қырып болғаннан кейін, енді APK құру керекпіз. Ол үшін подключить построить деп басамын. Построить деген құру. Бізде енді ол үшін міндетті түрде Samsung міндетті түрде не болу керек? Android болу керек. Смартфон Android. Бұл деген iPhone-ға шықпайтын шығар, себебі Android деп таңдалып тұрмыз. Android таңдаймыз. APK-де жаңа жасаған жобамызды мына жерде жүктелінеді. Жүктелген сурет шығады. Күтсем жүзіп алғанша